Сәлем достар, бүгін мен сіздерге кешкі асқа өте дәмді болып шығатын французский мясо рецебін ұсынамын. Ол үшін бізге керегі фарш, картошка, сыр, помидор, үйде қолда бар заттардан жасау беруге болады. Майонез және бір бас пияз керек. Ең бірінші картошкамызды өте жұқа етіп турап аламыз. Неғұрлым жұқа болса, тамағыңыз өте дәмді болады. Бұл тамақтың дайындалуы өте оңай. Газдың қасында 2 сағат отырмайсыз, бәрін турап духовкаға тек сала саласыз. Және балалардың өте дәмді, балалардың жеп жейтін тамағының бірі. Дайындап берсеңіз, сүйіп жейді. Одан кейін помидорымызды тура картошка сияқты қылып жұқа қылып тураймыз. Бір қыз су өткізбейді. Бәрін алдын ала турап дайындап аламыз. Енді пиязымызды да 4 бұрыштап турап тастаймыз алдын ала. Келесі сырымызды үркіштен өткізіп, жеке ыдысқа дайындап аламыз. Мінекей барлығын алдын ала дайындап, турап, үркіштен өткізіп қоямын. Енді барлығын ыдысқа тіземіз. Мынадай духовканың ыдысына астына кішкене май құйып, картошкаларды бір қабат жайып шығамыз. Оның үстіне фаршымызды жайып шығамыз. Мендегі фарш аздау қалды, негізі противенім үлкендеу болды. Осылай барлығын толық жайып шығасыз. Фаршымыз неғұрлым көп болса да дәмді болады. Картошка піспей қалады деп ойындамаңыз. Ол 250 градусқа 50 минутқа қойғанда өте жақсы піседі. Және әрқайсысын әр слойды салғаннан кейін тұз себуді ұмытып кетпеңіз. Тұз себуді мен видеоға салғанда ұмытып кетіппін, видеоға түспей қалды. Одан кейін пиязды саламыз. Бетіне жауып шығамыз. Картошкамызды түзеп шығамыз. Арсуы сайын майонезімізді бетіне жауып отырамыз. Картошкамызды толығырақ шыққаннан кейін майонезбен қайтадан толықтай жауып шығамыз. Майонез көп болды деп ойламаңыз, ол көп болғаннан кейін шошынып шығады. Піскенде майонез арасында дәм беріледі. Келесі помидорды қосып шығамыз.
духовкаға қоямыз. Және соңында 10 минут қалды деген кезде бетіне сырды салып, қайтадан духовкаға саламыз. жемесе қазір жетпей қалды. Жаңа помидорың да өзі жетпей қалды ғой Димаш. Соңғы жағын қайтадан турадым. Енді духовкаға жіберемін. Міне піскендегі түрі осындай дәмді, аппетитный болып тұрады. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Ас болсын. Тамашалағандарыңызға рахмет.